Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында осындай әдемі тәп-тәтті нан дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға ұн және де дәміне қарай тұз бен дрожжды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Сосын жылы су құйып, видеодағыдай жұмсақ қамыр илейміз. Одан соң үстіне жарты кесе сұйық майды құйып, тағы да илейміз. Дайын болған қамырды бірнеше сағатқа ашытып қоямыз. Қамыр ашыған соң формасына салып, сүлгімен бетін жабамыз да жарты сағатқа тағы да тындырып қоямыз. Одан соң үстіне пергамент қағазын жауып, 250 градуста қыздырылған пеште жарты сағатта пісіріп аламыз. Біздің өте нәзік, жұмсақ нанымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Алыс болсын!